Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пияздың 7 түрлі пайдалы қасиетін бірге атап өтетін боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Пияздың түрлері де пайдалы қасиеттері де өте көп. Пияжшықтардың құрамында органикалық қышқылдар, суық тиюден қорғайтын фитонцидтер мен эфир майлары, амин қышқылдары, глюкоза, микроэлементтер, В1, В2, В6, ППЕ дәрумендері, сонымен қоса С дәрумені көп. Микро және макро элементтер бар. Олар бор, кобальт, марганец, молибден, мыс, никель, рубидий, фтор, хром, фосфор, кремний, натрий, калий, кальций, магний, темір, хлор, күкірт, ол өткір иіске жауап береді. Флавоноидтер және де өсімдік гормоны глюкинин қандағы қант деңгейін төмендетуге арналған табиғи өнім деп сарапшы осы хош иісті өнімнің пайдалы заттарын тізімдейді екен. Пияз хош иісті шөптесін өсімдіктерге жатады. Пияз тұқымдастарының сыртқы түрі ғана емес, дәмімен де ерекшеленетін бірнеше түрлері бар. Ақ пияздың ақ қабығы жұмсақ, сәл тәтті дәмі бар. Тәтті пияз әдеттегіден сәл үлкенірек және де жұқа қабығы бар. Мұндай пияз көктемде жиналып, маусымдық өнім болып табылады. Қызыл пияз хош иістендіргіш және де қарапайым пияз сияқты өткір емес. Шалот пиязы пияздың барлық түрлерінің ішіндегі ең дәмдісі, бірақ термоөңдеуден кейін дәмі өте нәзік, сәл тәтті болады. Парей пиязының өзгелерінен айырмашылығы пияз-шығы жоқ, ақ түсті қалың сабақ болып табылады және де жасыл жалпақ жапырақтармен ерекшеленеді. Пияздың өзіндік жағымды дәмі болады. Ағзаны сауықтыратын қоректік заттардың жеткілікті мөлшерін алу үшін пияздың әр түрін қолдану керек. Өйткені олардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Пияз шырыны бұл суық тиюден қорғайтын табиғи антибиотик. Фитонцидтер ангина вирусымен күресіп, жоғарғы тыныс жолдарын нығайта түседі. Олар дизентерия, дифтерия және де туберкулез таяқшаларын қосқанда көптеген микробтарды өлтіреді. Суық тию мен тұмаудың алдын алу үшін күніне бірнеше рет кесілген пияз кесектерін жеген дұрыс. Витамин жетіспеушілігінде пияз өте пайдалы. Ол адам ағзасының С дәруменіне деген қажеттілігін қанағаттандыра алады. Сонымен қатар бұл дәрумен иммунитетті арттыруға көмектеседі. Жаңа салған пияз шырыны сперматозоидтердің дамып жетілуіне ықпалын тигізеді және де жыныстық қабілетті жоғарылатады. Сонымен қатар пияз метаболизмді белсендіреді, қан түзілуі мен тазартылуына ықпал етеді, ас қорыту процестерін ынталандырады, ағзадан артық сұйықтықты кетіреді. Пияздың құрамындағы квертетин қатерлі ісікпен күресетіні анықталды. Сол себепті онкологияда кеңінен қолданылады. Егер сіздің басыңыз ауырса, дәрілерді қабылдағанның орнына шикі пиязды иіскеп көріңіз. Пияздың жасыл жапырақтары каротинге бай, ол біздің терімізге пайдалы. Пияз халықтық медицинада және де косметикалық мақсаттарда бетті безеулерден тазарту үшін қолданылады. Секпілден арылу үшін күнде пияздың жарты бөлігімен бетіңізді сүрткен дұрыс. Парей пиязының өткір иісі мен дәмі жоқ, бірақ бұл оның емдік қасиеттеріне мүлдем әсер етпейді. Ол кальций, фосфор, темір, натрий және де магнийге бай. Бұл пиязды өте қоректік және де пайдалы етеді. Сіз оны тамаққа пайдаланатын қалыңдатылған ақ аяғы және де кең жалпақ жапырақтарынан тани аласыз. Бұл пияз қанды тазартумен ерекшеленеді. Сондықтан оны атеросклероздың алдын алу үшін қолданған жөн. Және де бірде-бір қатынасында пияз шырыны мен балдың қоспасын тамақтанар алдында 1 сағат бұрын бір ас қасықтан күніне 3 рет 1 ай бойы қабылдаңыз. Шалот пиязы бірнеше ұсақ пияжшықтардан тұрады. Шалот пиязы ақ пиязға қарағанда шырынды, жұмсақ әрі хош иісті. Ол өзіне тән ерекше хош иіспен сипатталады. Шалот пиязын қабынуға қарсы өнім ретінде медицинада қолданылады. Ғалымдар шалот пиязында қатерлі ісік ауруының алдын алатын флавонолдардың көп болатынын және де бұл аурудың алдын алу үшін тағам ретінде тұтыну пайдалы екенін анықтады. Батон пиязының садақталған жапырақтары бар. Ол нақты пияжшықты қалыптастырмайды, сондықтан
тек жапырақтарын тұтынуға болады. Батун пиязы ақ пияздың барлық қасиеттеріне ие. Оның құрамында ақ пиязға қарағанда С дәрумені көп. Батун жақсы дезинфекциялық қасиеттерінен танымал. Ғалымдардың айтуынша, күніне 150 грамм пияз, шамамен бір үлкен пияз немесе батун байламын жеп отырсақ, біз А және де С дәрумендерінің күнделікті мөлшерінің жартысын және жүрек жұмысын жақсартып, ағзаның қаңқа жүйесі үшін құрылыс материалы болып табылатын калий мен кальций мөлшерінің 5-тен 1 бөлігін алады екенбіз. Пияздың құрамында алма мен алмұртқа қарағанда қант көбірек екен, бірақ сіз жиі диета ұстасаңыз да, бұл көкөністі рационыңыздан алып тастауға асықпағаныңыз жөн. Пияз сонымен қатар артық майды керемет кетіргіш болып табылады. Тіпті пияз қолданылатын арнайы диета да бар. Оның барысында күн сайын пияз сорпасын жеуге кеңес беріледі екен. Ара шақса пиязды пайдаланыңыз, себебі пияз ара уының уытын басады. Ол үшін сіз ара шаққан жерге пияз шырынын тез арада басыңыз. Құлақ қабынуы кезінде де ауырсынуды жеңілдету үшін пиязды қолдануға болады екен. Майдалап туралған буға қыздырылған дәкеге оралған пиязды күніне 3 рет жарты сағатқа құлаққа компресс қою керек. Мұндай компресс абсцесске, қабынуға және де ұзақ емделетін жараларға да қолданылады екен. Жаңа салған пияз шырыны бұл ревматикалық ауырсыну, ісіну, шаштың түсуі, теміреткі қайызғаққа қарсы тамаша ем екен. Ол үшін қажет аймақты пияз шырынымен ысқылау керек екен. Бірақ оның қарсы көрсеткіштері де бар. Панкреатит, асқазан және ішек жарасы, жүйке жүйесінің қозғыштығы бар адамдарға пиязды көп жеуге болмайды. Бүйрек және бауыр, жүрек аурулары бар адамдар ауруын ушықтырып алмас үшін пиязды абайлап жеу керек екен. Пияз туралы бірнеше қызықты деректер. Пияз 6000 жылдан астам уақыттан бері белгілі. Оның отаны оңтүстік батыс Азия деп саналады. Пияз ол жақтан Египетке, Грецияға, Римге тараған. Бүгінгі таңда пияздың 400-ге жуық түрі белгілі. Олардың жартысынан көбі біздің елімізде өседі.